Осы үстімдегі блузканы мен небәрі 15 минутта тігіп алдым. Өте оңай және тез тігіледі. Тігіп пішу жолдарын менімен бірге видеода көріңіз. Блузкаға әдемі нәзік шолп матасын алдым. Осындай түсте және 4 бұрышты матаны ортасынан бүктедім. Оны тағы да бір рет бүктедім. Және мына жерден мойын ойындысын сызып алдым. Өзіңіздің қалауыңызға қарай 10 сантиметрден 13-14 сантиметрге дейін қиып алсаңыз болады. Және иықтан төмен 23-25 сантиметр аралығында белгілеп, төмен қарай сызық түсіріп тігіп шықтым. Ал кеуде орамыңызды 10 сантиметрге артық етіп аласыз. Және осындай жіңішке белдікті өткізу үшін беліңіздің тұсынан осындай петля жасайсыз. Белдігіңізді өткізесіз. Мына осымен блузкам дайын.